Қайырлы күн қыздар. Бүгін біз сіздермен өте жұмсақ әрі бір жасағынан шығатын сосиски в тесте жасайтын боламыз. Алдымен табамызға жылы сүтімізді, 2 ас қасық майонез, 1 жұмыртқа, 1 чайная ложка тұз және 2 чайная ложка шекер салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін үстіне 1 чайная ложка аштығы қосып, араластырып аламыз. Содан кейін аз-аздан ұнымызды қосып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін, қамырымыз көтерілгенше жылы жерге жауып, қойып қоятын боламыз. Ашып, дайын болған қамырымызды осылай кішкентай бөлшектерге бөліп, жуалар жасайтын боламыз. Дайын болған жуаларымызды видеода көрсетілгендей етіп созып шығамыз. Ескере кететін жағдай, алдымен сосискаларымызды сыртындағы пленкасын ашып, 180 градус қызып тұрған пеште 5-10 минут пісіріп аламыз. Ішіндегі сулары жақсылап сыртына шығу қажет. Содан кейін духовкадан шыққан сосискаларымыздың сыртына созылған дайын қамырымызды орап шығамыз. Дайын болған сосиски в тестеларымызды табаға салып, 10-15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Содан кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, күнжіт пен магымызды сеуіп, 180 градус қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің сосиска в тестеміз дайын. Егер видеом пайдалы болса, лайк басып, маған тіркеле кетіңіздер. Сау болыңыздар.